Қарызымыздан құтыла бастаудың ең базысы, фундаменті ол қорықпау. Мына бұрышқа тығылған қоян секілді дірілдемеу. Яғни ең бірінші отырамыз, айтамыз өз-өзімізге, өз-өзімізбен сөйлесеміз. Я, менің қарыздарым бар. Я, менде сол қарыздарымнан қорқыныш бар екен, мойындаймын деп өз-өзімізге мойындау керек. Сонда мына қорқыныш энергиясы басылады. Сәлден соң бір ең кемінде 50%-ға басылады. Ауруын мойындамаған өледі демекші. Мына өзіміз мойындасақ, қазір қорқып тұрғанымызды және қарыздарымыз бар екенін, яғни соны бізге мойындатуға артық энергия бөлінбейді. Біріншіден. Екіншіден, қорқынышымыз, діріліміз сәл басылғаннан кейін ниет қылу. Мен осы қарыздарымды жауып, аяғыма нық тұруға, бай болып өмір сүруге ниет еттім. Өздеріңізге ниет етіңіз. Бұл деген түп санаңызға деген сигнал, өмірге, әлемге, Құдайға деген сигнал. Содан кейін біртіндеп кішігірім қадамдарды бастайсыз. Бірінші қадам аз-аздан, тиын-тебектен болса да беріп тұру. Сосын өзіңмен өзің шынайы болу. Өзіңмен өзің шынайы бола бастағанда өмірдің сені қинауға қажеттілігі жоқ. Не үшін қинайды? Өз-өзіңмен таза бол, әділ бол, шынайы бол деп қинайды. Сондықтан сол базалық принциптерді ұстансаңыз, біртіндеп құтыла бастайсыз, және де құтыласыз әрдайым.